Барлық жинақ кепілдендірілген кіріс туралы уәдеге салынған және соңында қаражаттың толық жоғалған кезінде пирамида құрбандарының әдеттегі тарихы басталады. Қаржы пирамидасы бұл қолданыстағы қатысушылардың кірісі жаңа қосылған адамдардың жарналары арқылы қамтамасыз ететін схема. Заңды бизнестен айырмашылығы, пирамида тауарлар мен қызметтерді өндірмейді және нақты активтерге инвестиция салмайды. Механизмі қарапайым. Сіз төлейсіз және сіздің ақшаңыз бизнеске емес, сізден бұрын келгендерге кетеді. Ерте ме кеш пе жаңа ақша ағыны таусылып, бәрі құлдырайды. Қаржы пирамидасы термині пирамида пішініне ұқсас формаға негізделген. Әрбір жаңа деңгей алдыңғы деңгейді қолдайды. Экономикалық мағынада бұл алаяқтық модельді білдіреді. Онда қатысушыларға төлемдер нақты қызметтен түскен пайдадан емес, жаңа адамдардың инвестициялары есебінен жүзеге асырылады. Мұндай схема 20 ғасырдың басында оны кең көлемде қолданған Чарльз Понцидің арқасында кең танымал болды. 1920 жылдары ақш-та Чарльз Понци ұйымдастырған қаржылық схема әлемдік тарихта ең қатты резонанс тудырды. Ол туралы оның қарқынды өсуінің басынан бастап сөзсіз керуге дейінгі сәтін американдық және шетелдік баспасөз жарыса жазды. Жоба бастапқыда пошта купондарын қайта сату арқылы ақша табуға негізделген заңды бизнес сияқты көрінді. Алайда уақыт өте келе Понци жаңа салымшылардың қаражатын бұрынғы салымшыларға төлеу үшін қолдана бастады. Қаражаттың бір бөлігін өзіне алды. Осыған ұқсас схемалар бұрын болғанына қарамастан, бұл Понци қызметінің ауқымы оның есімін қаржылық алаяқтық тарихында танымал етті. Ресейде 90 жылдардың басында экономикалық тұрақсыздық пен әлсіз қаржылық реттеу кезінде ең ірі қаржы пирамидаларының бірі МММ пайда болды. Оның негізін қалаушы Сергей Мавроди салымшыларға жылдық 1000%-ға дейін артық пайда табуға уәде берді. Миллиондаған ресейліктер оңай ақша табуға үміттеніп, ақша салды. Теледидардағы белсенді жарнама жаппай қатысуға ықпал етті. 1994 жылы пирамида құлап 10 миллионға жуық адам қаражатсыз қалды. Бұл күйреу бақыланбаған схемалардың салдарының символына айналды және әлеуметтік экономикалық белгісіздік жағдайында сенімді қалай оңай басқаруға болатындығын көрсетті. Қазақстанда 2020 жылы Гарант 24, Estate Lombard және тиімді қарыз ломбардтар желісінің ісі ерекше атаққа ие болды. Олар салымшыларға жоғары кірістер, кепілге салынған қарыздар, сондай-ақ жылжымайтын мүлікке инвестициялар уәде етті. Бүкіл ел бойынша мыңдаған адамдар мүлікті сату және несие алу арқылы ақша салды. Қатысушыларға төлемдер нақты қызмет емес, жаңа салымдар есебінен жүзеге асырылды. Пирамидалар құлағаннан кейін қылмыстық істер қозғалды. Басшылар қамауға алынды. Бірақ қаражаттың едәуір бөлігі зардап шеккендерге қайтарылмады. Бұл жағдайлар қаржылық сауаттылықтың маңыздылығын және күмәнді ұйымдардың қызметін қатаң бақылау қажеттігін көрсетті. Қаржы пирамидасының бірінші белгісі аз ғана тәуекел мен жоғары табысты уәде ету. Шынайы өмірде инвестиция уақытты қажет етеді және белгілі бір ауытқуларға ұшырайды. Ал егер сізге жылына 100-500% мөлшерінде кепілдендірілген пайда ұсынса, бұл алаяқтықтың айқын белгісі. Тағы бір маңызды фактор төлемдердің жаңа қатысушыларды тартуға тәуелді болуы. Жаңа қатысушыларды тарту арқылы табысты арттыру уәделері классикалық қаржы пирамидасына тән белгі болып табылады. Көбінесе мұндай схемалар өзін инвестициялық компаниялар ретінде көрсетеді. Бірақ олардың не нақты өнімі жоқ, не ол екінші дәрежелі жүйе болып маңызды рөл атқармайды. Кейбір жағдайларда пирамида аз танымал немесе жалған инвестициялық қорларды, тіпті жалған банк қызметтерін қолданады. Бірақ принцип сол күйінде қалады.
жаңа ақшаның келуі жүйені қамтамасыз етеді. Қосымша белгі ұйымдастырушылар тарапынан болатын агрессивті жарнама мен қысым көрсету. Қатысушыларды бұл қайталанбайтын ерекше мүмкіндік деп сендіріп, дереу әрекет етуге итермелейді. Мұндай схемаларда достар, таныстар немесе жүйеге бұрыннан қосылған ықпалды адамдар арқылы әлеуметтік инженерия әдісі жиі қолданады. Тағы бір маңызды қыры ашықтықтың және ресми тіркеудің болмауы. Мемлекеттік қаржылық реттеушілерге бағынатын заңды инвестициялық компаниялардан айырмашылығы пирамидалар мүлде тіркелмеген немесе көлеңкелі схемалар бойынша жұмыс істейді. Олардың сайттары кәсіби көрінуі мүмкін, бірақ иелері, лицензиялары және заңды мекенжайлары туралы нақты ақпарат болмайды. Сондай-ақ, компания қаражатты шығаруды қиындатса, сақ болу қажет. Бастапқыда төлемдер еш қиындықсыз жүргізіледі, бірақ уақыт өте келе жаңа шарттар, комиссиялар немесе шектеулер пайда болып, соның салдарынан ақшаға қол жеткізу мүмкін болмай қалады. Ең алдымен ақша салмас бұрын әрқашан компанияны тексеріңіз. Кез келген заңды қаржы мекемесінің тіркеуі және реттеуші органдардан алған лицензиялары болуы тиіс. Егер сізге инвестициялық мүмкіндік ұсынып, бірақ компанияда лицензиялау туралы нақты ақпарат жоқ болса, сақ болғаныңыз жөн. Жоба табысты қайдан алатынын талдаңыз. Егер нақты жауап болмаса, немесе инновациялық қаржылық технологиялар сияқты жалпылама сөздер айтылса, бұл пирамида болуы мүмкін. Шамадан тыс жоғары пайда уәделеріне алданып қалмаңыз. Заңды инвестициялар табысты бірден емес, біртіндеп әкеледі. Тіпті қор нарығында орташа табыстылық жылына 10-15%-дан сирек асады. Ал егер сізге ондаған есе көп уәде берілсе, бұл жүйе манипуляцияға негізделгенін білдіреді. Қорғанудың тағы бір тәсілі әлеуметтік қысым көрсетіп, сізді мүмкіндікті жіберіп алмауға шақыратын жобалардан аулақ болғаныңыз жөн. Кез келген маңызды инвестициялық ұсыныс ойлануға және құжаттарды зерттеуге уақыт береді. Ал егер сізге қысым көрсетсе, бұл қауіпті белгі. Сондай-ақ пікірлерді мұқият зерттеу қажет. Көптеген алаяқтық схемалар сәтті бизнестің көрінісін жасау үшін жасанды оң пікірлер жасайды. Алайда, шынайы әшкерелеулерді тәуелсіз платформалар мен форумдардан табуға болады. Егер сізге бұл схемаға таныстар немесе туыстар арқылы қосылуды ұсынса, асықпаңыз. Олар өздері де алданып, қаржы пирамидасына қатысып отырғанын білмеуі мүмкін. Есіңізде болсын, тегін ірімшік тек қақпанда ғана болады. Егер сіз қаржы пирамидасының құрбаны болғаныңызды түсінсеңіз, ең бастысы мүмкіндігінше тезірек ақша салуды тоқтату. Неғұрлым ертерек шықсаңыз, шығындарды азайту мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Қаражатты қайтаруға тырысыңыз, бірақ ұйымдастырушылар сізді схемада ұстап қалу үшін түрлі айлалар ойлап табуы мүмкін екенін ескеріңіз. Барлық дәлелдерді, төлем құжаттарын, хат алмасуды, келісім шарттарды жинап, құқық қорғау органдарына жүгіну маңызды. Егер схема сәл ертерек әшкереленсе, қаражаттың бір бөлігін қайтаруға қол жеткізуге болады. Қазақстанда қаржы пирамидаларының пайда болуын бақылауды мемлекеттік органдар жүзеге асырады. Олардың қатарында Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі және Қазақстан Республикасы қаржылық мониторинг агенттігі. Бұл органдар қаржы пирамидаларының қызметін анықтау, тергеу және тоқтатумен, сондай-ақ халықты мұндай құрылымдарға байланысты тәуекелдер туралы хабардар етумен айналысады. Қаржылық инвестициялық пирамиданы құрғаны үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде 3 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі қылмыстық жауапкершілік көзделген. Қаржылық инвестициялық пирамиданың қызметін жарнамалау, тарату және орналастыру үшін әкімшілік жаза қарастырылған.
Қазақстан Республикасы қаржылық мониторинг агенттігінің ресми интернет ресурсында қаржы пирамидасы ретінде қызмет етеді деп күдік тудырған ұйымдардың, сондай-ақ сот үкімі шығарылған ұйымдардың кеңейтілген тізімі жарияланған. Қаржы пирамидалары бүгінгі күнге дейін әлем бойынша миллиондаған адамдарды алдап жүрген ең қауіпті алаяқтық түрлерінің бірі. Қаржылық сауаттылық алаяқтарға қарсы ең басты құралыңыз.